блогтан көп ақша табу үшін уже наконец-то түсінген шығарсыздар. Ешқандай шрифт, ешқандай монтаж, ешқандай бір керемет тренд шешпейтін, да, бір рилсың атып кетті, ештеңке болмайды сенің инстаграммен. Сенің инстаграмың ақша алып келу үшін сенің инстаграмда бір нәрсе, ол тұрақты болу керек. Ладно, тұрақты болу керек деп бәрі айтып жатыр, Мақпал, енді мен қалай тұрақты болам? Кейде вот настроение болмай қалады, кейде күйеуіме ұрысып қалам, шыққым келмей қалады. Кейде болады бір продуктыны, сатам болып байым деп сатасың, ешкім алмай қояды. Не істеймін, қалай тұрақты болам дейтін болсаңыздар, мен сіздерге бір нәрсе айтайын. Ойлайсыздар ма, мысалы, Стив Джобс Apple компаниясын ашып сразу бай кетті деп? Негізі олай болмаған. Мен тарихын кішкене қарап шықсам, ChatGPT-ден сұрасам айтады, нет, басында ол да болмаған, идеясын жасаған, кейін күнде әрекет еткен деп. Негізі адамдар бар ғой, просто бір нәрсені бастағаннан кейін болмай жатқан кезеңге шыдамайды. Хочется тез. И осы нәрсе болмаған үшін андай айнып қала бересіңдер да, олай емес. Просто осы бір нәрсені мына жеріне, бәр жеріне енгізіп тасташы, то, что сен инстаграмнан көп ақша тауып бастау үшін, и в принципе любой бизнеста ғой, негізі көп ақша табу үшін саған күнделікті істелетін кішкентай қадамдар керек. Мына рилсті жазып жатырмын, атама? Білмеймін, атпайтын шығар мүмкін. Бірақ мен тоқтамайым, ертең салам, арғы күні салам, арғы күні салам, миымды істетем, анализ жасайым. Кез келген нәтиже, кез келген жетістік, күн сайынғы кішкентай анализдерден кейінгі жасалған әрекеттерге қатты байланысты. Так что көп ақша тапқыларың келеді, байғыларың келеді. Любой бизнесте, мейлі блог, запуск, продажа, бизнес, кез келген бизнес, Пиндодан бір нәрсе сатсаң да, сен тұрақты жаса, все, сенде жетістік болады. Реально сондай.